Кока-кола сусынының 12 пайдасы. Коланың қандай құпиясы бар? Естімеген елде көп демекші, бұл сусын туралы әлі де білеріміз көп екен. Бұған дейін оның адам денсаулығына зиян екендігі біршама айтылған болатын. Сондықтан біз оны күнделікті тұрмыста қалай пайдалануға болатындығы туралы ақпарат ұсынамыз. Бірінші, егер кастрөлді күйдіріп алған болсаңыз, ішіне кока-кола құйып қайнатыңыз. Кастрөліңіз көз алдыңызда жаңарады. Екінші, кез келген суретті еске етіп көрсетуге болады. Ол үшін суретті колаға аз ғана батырып кептіру қажет. Бірақ суретті толықтай суландырмаған жөн, әйтпесе ол құртылады. Үшінші, шаш бояуын кетіреді. Бұл байқаусызда өзіміз қаламаған түске боялып қалған шаш туралы айтылып жатыр. Ескі тиындарды колаға салатын болсаңыз, олар жарқырап шыға келеді. Шайнектің ішіне кола құйып, оны бір күнге қалдырыңыз. Қақ толығымен кетеді. Унитазды да коланың көмегімен тазалауға болады. Тұздыққа бірде-бір есебінде кола араластырып, артынша оны етке қосып дайындауыңызға болады. Өте дәмді. Кока-кола шашқа арналған ең үздік кондиционерлердің бірі. Алдымен шашыңызды колаға жуып, артынша кептіріңіз. Шырышты ұлулар коланың иісін жақсы көреді. Оны осы жәндіктерден құтылу мақсатында қолдануыңызға болады. Сіз бұрап шығарайын деген бұрандаманың қатып қалғанын байқасаңыз, оның үстіне кола құйыңыз. Сол кезде тоты бірден кетеді. Асыл бұйымдарды тазартуға болады, бірақ тастары жоқ бұйымдарды ғана тазалаған жөн. Бір қызығы, кола асқазан ауруларына көмектеседі екен. Тек газы жоғын пайдаланған дұрыс. Мысалы, ұзақ уақыт жүрек айныған кезде коланың газын шығарып ішетін болсақ, жүрегіміздің айнығаны бірден басылады.